Армысыздар, құрметті достар. Біздің информат жобамыздың келесі қонағы лор дәрігері Көктебаев Серік Нұридинұлы. Мен жаңағы миымда подсознаниеда қалып кеткен ғой, халаттарын киіп көремін, кітаптарын қараймын. Енді ол кезде ешнәрсе түсінбейсің, біліп отырсам, мен кішкентай кезімнен менің ойымда только дәрігер деген мамандық болды. Негізінде оториноларинголог. Бұл жаңағы немесе искажение перегородки носа дейді, мұрынның демалуының қиындауы, жиі гаймориттармен емдеді деген дәлелденген емес. Сипап терапияны біз де қолданамыз. Храп, бұл ранхопатия дейді, немесе ол храппен кездесетін 85 децибелға дейінгі шум, ол қатты сондай дискомфорт қалып келмейді адам организмінде. 85-тен жоғары болса, кезінде немесе қандай да бір жаңағы маңызды рубежный контроль тапсырар кезінде микронаушниктер қолданады. Микронаушниктер білесіз. Оның бір шеті сынып, немесе балғаның басы ұшып кетті деді ма, есімде жоқ. Сол осылай мына бетін сындырған, құлағын жанын сындырған. Айлық табысымыз өз басымызға жетеді, Аллаға шүкір. Енді ең кемі миллион ғой. Миллион табуға болады. Лор маманы болып, айына миллион табуға болады. Ең кемі. Ең кемі. Ол жаңағы Армысыздар, құрметті достар. Біздің информат жобамыздың келесі қонағы лор дәрігері Көктебаев Серік Нұридинұлы. Қош келдіңіз. Рахмет. Қош келдіңіз. Серік Нұридинұлы, өзіңізді көрермендерге толықтай таныстыра кетсеңіз, қай оқу орнында оқыдыңыз, қай оқу орнын аяқтадыңыз? Мен осында Астана қаласында Астана медициналық университетін тамамдадым. 2012 жылы түсіп, 2019 жылы бітірдім. 2019-дан одан кейін резидентура 3 жыл өттік. Сонда 2022-де толықтай тамамдадым. 10 жыл оқыды. Хорошо. Медицинаны таңдау өзіңіздің таңдауыңыз болды ма? Или ата-анаңыздың ықпалы болды ма? Медицинаны шыны керек өзім таңдадым. Өйткені бала күнімде мен анам мейірбике жұмыс жасайды. Енді бала күнімізде үйде анамның ескі кітаптары толып тұратын полкаларда, сосын халаттары. Соны кішкентай күнімнен жаңағы миымда подсознаниеда қалып кеткен ғой, халаттарын киіп көремін, кітаптарын қараймын. Енді ол кезде ешнәрсе түсінбейсің, только анау хирургия әртүрлі әлгі несінде жасыл кітаптар болатын, общий хирургия, общий гинекология деген үлкен кітаптар. Тек суреттер ғана қызық болатын, әртүрлі баяғы совет үкіметінің кезіндегі кітаптар. Солар маған қатты қызық болды да, есімде қалып кетті. Сосын менде бір басқа бір мамандықты ойлау вообще болған емес екен. Енді қазір өзім ойлап отырсам, мен кішкентай кезімнен менің ойымда только дәрігер деген мамандық болды. Медицина қызметкері. Содан кейін мед колледжге түстім, мед колледжді бітірдім 4 жыл, одан кейін барып уже мед универге түстім. Жақсы. Жалпы лор маманы деген кім және ол қандай ауруларды емдейді? Лор дәрігері ол дүние жүзінде көбінесе жаңағы айтатын бас пен мойын хирургиясы, бізде Қазақстанда да солай. Ол бас пен мойын хирургиясы, яғни ол құлақ, тамақ, мұрын, соған байланысты қандай да бір патология болса, қандай да бір аурулар болса, соларға операция жасайды және солардың бәрін емдейді. Және алдын алу профилактикалық жұмыстардың бәрін сол лор дәрігері айналысады. Жалпы лор деген расшифровкасы қалай болады? Негізінде көп баяғыдан қалып кеткен сондай лор деп айтады. Негізінде оториноларинголог. Бұл жаңағы осы мамандықтың, осы именно құлақ, мұрын, тамақ ауруларының былайша айтқан кезде соның латынша әріптерінен алынған ғой, латынша сөздерінен. Отос құлақ, ларингс көмей, немесе тамақ дейді қазақтар, одан кейін назус мұрын. Солардан алынған кезде оториноларинголог деген дәрігер. Содан алған. Жалпы резидентурада лор мамандығын таңдадыңыз. Сол кезде сізде қандай бір не әсер етті лор мамандығын таңдауға? Лор мамандығын таңдауға біз 4-ші курстан бастап, өздеріңіз жақсы білесіз, жаңағы мед университеті оқитындар. 4-ші курстан бастап барлығы клиникалық сабақтар басталады және больницаларда, поликлиникаларда жүресіз. Сол кезде 1-ші городской больницада түскен кезімізде, 1-ші жылы бүкіл отделенияларды көріп жүрдік. Енді қызық болады, шынымен де. Сосын лор отделениясына кіріп, пациенттерді көріп, олардың операция жасаған операцияларын көріп, сосын экстернерларды көрген кезде шынымен бірінші рет қызық болған маған. Жай ғана қызығушылық бірінші рет сол кезде туындаған. Одан кейін арада тағы бір 2 жылдан кейін 6-ші курста интернатурада жүрген кезде түнгі кезекшілікке көп түсетінбіз. Бірақ ол кезде общий хирургияда общий хирургтармен көп жүретінбіз. Сол кезде лор дәрігерлерінің 1-2 пациенттерін көріп, сол кезде қатты қызығушылық оянған. Жаңағы экстерне келген пациенттерге, ол кезде әлі келген есімде острый гайморитпен бір қыз түскен болатын, гнойный гайморит. Сол кезде пункция жасады. Пункция прокол дейді, немесе жаңағы жоғарғы мұрын қуысын, гайморовый қуысын тесу. Сол проколды жасаған кезде маған өте қатты қызық болды сол процедура 6-ші курс кезімде.
Одан кейін мен сол кезден бастап кішкене лор кітаптарын оқи бастадым. Бірінші рет оқыған кітабым сол 6-шы курста мен кәдімгідей тереңдетіп оқыған Пальшин деген кітап, автор Пальшин. Соны бірінші рет оқығам, сол кезде маған қызық болды. Соның операцияларын түсіндім. Содан кейін бастап менде қызығушылық қатты оянды. 6-шы курстан бастап. 6-шы курстан бастап. Жалпы лор мамандығын таңдадыңыз, одан кейін сіз қалай дайындалдыңыз оған мысалы? Лор мамандығына таңдау біздің кезімізде былай болды да, ол кезде Елжан Біртанов, денсаулық сақтау министрі, біз оқуды тамамдайтын кезде бізге былайша айтқан кезде ультиматум қойылды ғой, сіздер ешқандай резидентураға түсе алмайсыздар, барлығыңыз оқыған мамандықты бітірген бойынша жалпы жаңағы тәжірибедегі дәрігер, жалпы тәжірибедегі дәрігер, врач болып кетеді, гинекологтар общий гинеколог, общий хирургтар общий хирург болып, солай ешқандай резидентураға түсе алмайсыздар, барлығыңызды райондарға жібереміз, қатты нехватка врачей деді да, сондай көп жетіспеушілік мамандық деп райондарда. Сондай бізге ультиматум қойылды. Сонда Қазақстанда қаншама жоғары оқу орындары бар медициналық. Алматы, Астана, Семей, Қарағанды барлығымыз үлкен чаттар аштық, қайта запростар жасадық, үлкен жаңа қол хаттар жинадық. Қолымыздан келгенше бір әрекет жасап көрдік, что бізге бөлінсін деп резидентура. Бірақ сонда да бір іште бір түйсік болып жүрді, енді ашылатын шығар, енді резидентура бөлетін болар деп. Бізге бірақ соңына дейін қаншама жиналыс болған кезде жоқ, резидентура болмайды, барлығыңызды оқуға жібереміз деген, жұмысқа жібересіз, 3 жылдан кейін барып только оқи аласыз деген сондай айтылды. Бірақ енді оқуды тамамдап экзамендерді тапсырып жатқан кезде сол кезде айтылды бізге, что ашылды, резидентура тапсыра берсеңіздер болады деп. Бірақ дайындалып жүрдік соңында да іштей. Енді болып қалатын шығар деп. Жақсы. Ал сол лор мамандығынан басқа сіз қандай салаға тағы қызықтыңыз қосымша? Негізінде көп, мен ойлаймын, енді әлде қателесуім де мүмкін, бірақ көп дәрігерлік жолын бастаған кезде, оқуға түскен кезде көбінің қызығатыны ол нейрохирургия, кардиохирургия. Мен де өте қатты қызықтым оларға. Нейрохирургия, кардиохирургияға қызықтым. Сол мамандықты таңдаймын деп ойлап жүрдім негізінде. Нейрохирургияға таңдаймын деп жүрдім. Өйткені бірінші рет есімде, бірінші курста болу керек, жаңағы «Золотые руки» деген фильм болды, кітабы болды, нейрохирург жайлы өмірде болған оқиға. Сол қатты әсер етті да, сосын ойладым, сол нейрохирургияға баратын болармын деп. Солай енді анатомия оқыған кезде де, басқа нелерді, салаларды оқыған кезде кішкене акцент бұрып жүрдім, сол бас жаңағы центральный нервный система дейді ғой. Бірақ енді лорды одан кейін 6-шы курстан бастап менде басқа ой болған жоқ, лордан басқа. Лордан басқа ой болған жоқ. Басқа ой болған жоқ 6-шы курстан бастап. Жаңа «Золотые руки» ол жаңа Сиам егіздерін бөліп. Сиамские близнецы. Күшті фильм. Жалпы сіздің осы резидентураны таңдайтын кезде лор мамандығын жалпы кімдер, қандай студенттер таңдау керек, бойынан қандай мысалы қасиеттер бар, сол жайында? Мен ойлаймын, жалпы медицинаға келген әрбір студент өзі если таңдап келсе, ол бүкіл мамандыққа дайын болып келеді. Ол іштей мамандыққа дайын болып келеді. Әрі қарай әрине ол енді уақыттың еншісінде қалған, ол тәжірибемен келеді. Ол барлығы бірден керемет дәрігер болып кетпейді ол. Керемет дәрігер болу үшін бірінші керемет емес болып бастау керек. Сол кезде өте көп тәжірибемен келеді, өте көп жаңағындай практикамен келетін жұмыс қой. Біздікі былайша айтқан кезде ноу-хау ғой, жалпы керемет бір наставникті аласың, содан бәрін үйренесің, өзіңді саласың деген сияқты уақыт керек оған. Бірақ енді мен ойлаймын, қандай студент болса да, қандай интерн болса да, жалпы ол если шынымен де қызығып тұрса мамандыққа, ішінде бір қалау дейді ғой, өзінің бір жүрек қалауы болса, кішкене болса да жеткілікті, әрі қарай өзі алып кетеді. Мен қазір ойлап жатырмын да, мен бір жолдас досым болды, ол реанимацияны таңдады. Реанимацияда 1 жыл оқып, енді қаламай түскен, бірақ енді грант көп бөлінді деп сөз алған ғой, грантқа түсейін деп. 1 жылдан кейін ауысып шығып кетіп, қайтадан платно қазір лор мамандығын оқып жатыр. Өзі қаламағандықтан бәрібір ол ешқандай нәтижеге де жете алмайды, ертең даже бітіргеннен кейін де. Мен ойлаймын, кішігірім қалау керек мамандықта. Біз жалпы осы информет жобамыздың ашуымыздың да бір үлкен себебі осы болды. Өйткені көптеген студенттер түседі резидентураға, бірақ қандай да бір процент олар кейін шығып кетіп жатады, 1 жылдан кейін, 2 жылдан кейін. Зая кеткен 1-2 жыл уақыт кетеді. Сондықтан да сәл таңдайтын кезінде қандай да бір ұзағырақ ойланады, бірақ жүректің қалауын таңдау керек деп ойлаймын, сол тоже. Жалпы сіздің бір күнгі жұмыс күніңіз қалай өтеді? Қазір мен дәрігер болып жұмыс жасаймын. Мен шыны керек 2 клиникада жасаймын. 2 жерде де операцияларым бар, пациенттерді қабылдаймын. Таңертең егер операциялар пландасам, таңертең ерте басталады менде операционный
күн операционныйға келем, пациенттерді қараймын. Оған дейін негізінде пациенттерді дайындаймыз операцияға. Бүкіл анализдердің барлығы дайын болады. Пациент былайша айтқан кезде жоспарлы түрде дайын болып келеді пациент. Одан кейін пациенттерді қараймыз, тағы да операцияның алдында ешқандай жаңағындай жедел аурулар жұқтырған жоқ па, вирусный инфекция деген сияқты, өйткені бұл постоперационный осложненияның жаңағы рискін жоғарлатады. Сондай болмау үшін біз оны тағы да бір тексереміз до операция. Одан кейін пациент жатқызамыз. Операция басталады. Операция қалай аяқталады? Одан алдыңғы жасалған пациенттердің барлығының жаңағы перевязка деп жатамыз. Таңу жұмыстары бар. Соларды жүргіземін. Одан кейін түстен кейін прием пациентов, жаңағы пациенттерді қабылдау басталады. Запись бойынша жүріп жатады пациенттер. Бір аптаға 10 күнге солай запись толып тұрады. Соларды қабылдау жүргіземіз. Қазір қай больницада жұмыс жасап жатсыз? Қазір мынау UMC дейді, Univer Medical Center, бізде Қазақстан бойынша 4 уровень, международный стандарт, ол жаңағы америкалық стандарт, GCI бойынша жұмыс жасайтын. Сол жерде РДЦ клиникасы, республикалық диагностикалық орталық қой, Астанада, Сығанақ 46 адресінде. Сол жерде лор дәрігері болып жұмыс жасаймын, операциялар да жасаймын. Екінші жұмыс орным ол жеке клиника, Аланда клиникасы, Тәуелсіздік 33-те. Ол жерде де пациенттер қабылдаймыз, ол жерде де операция жасаймын. Жаңа UMC-ге көбінесе ол ағылшын тілін талап етеді, ол жерде? Негізінде шетел тілін білу негізі керек. Бір несі шетел тілін білген маңызды. Дәрігерлерден де, оны көп мейірбикелерден де талап етеді. Жақсы. Жалпы өзіңіз есіңізде ме алғашқы жұмыс күніңіз сол күнгі? Негізінде мен былай болды. 3 жыл енді біз үйреніп қалдық. 3 жыл бойы біз лорда жүрген кезде күнде операция, күнде жаңағы экстраны барлығын үйреніп қалдық та, сондай жұмысқа, сондай темпқа үйрендік. Кереметтей пісірді бізді оқыған жеріміз, мұғалімдеріміз, дәрігерлеріміз барлығы. Соған кереметтей үйрендік, пістік. Сосын бітіргеннен кейін менде шетелде Турцияда стажировка болды. Заявка тапсырып қойған болатынмын, алдын ала жаңағы өтінім. Сол бойынша мен шетелге кеттім. Турцияда болдым 2 ай. 2 айдай Турцияда болдым. Сол жерде сол клиникаларда жүріп, стажировкадан келдім де, сразу менде жұмыс басталып кетті. Менде пациенттер өздері алдын ала хабарласқан пациенттер болды. Солармен сразу операцияларды бастап кеттік. Былайша айтқан кезде менде күнделікті жұмыс істеп жатқан сияқты болып кетті да, сонда бірінші рет кәдімгі жеке дәрігер болып, лор болып бастағаным, былайша айтқан кезде есте түбегейлі қалған жоқ. Сразу операциялармен басталып кетті, бірінші күнім сразу. Жалпы дәрігер болып жұмыс жасап жатқан кезде сізде синдром выгорания деген болып тұра ма? Негізінде ол нақтыланған статистика, дүниежүзі бойынша ең көп стресске ұрынатын мамандық ол дәрігер мамандығы, жалпы медициналық қызметкерлер. Соның ішінде енді ол болады, ол жасырын емес. Оған әсер ететін бірнеше факторлар бар. Ол жаңағы жұмыстың көптігі, уақыттың аздығы, немесе басқа да шаршау деген сияқты. Ондай кездер болады, бірақ өте аз. Өте аз, да? Сондай кездер болған кезіңізде өзіңіз қандай әдістер қолданасыз? Ол сол периодтан тезірек шығу үшін жақсылап демаласыз, қалай болады? Негізінде жұмыстың, айтады ғой, жұмыстың кереметтей качественный болу үшін кереметтей демала білу керек, релакс. Ол релакс деген ол біреулер ойлауы мүмкін, жаңағындай түнгі клубқа барып, немесе жаңағындай ішімдік, мен ондайлардың ешқайсысы барлығына қарсымын түбегейлі. Ол ми негізінде одан демалмайды. Ми демалады, ол ми өзі рахаттана алатын жерлерде. Мысалға сіз кейде болады, бір кісілерден сұрап жатсақ, ауылға бардым, кереметтей демалып қалдым, жаным тынышталып қалды дейді. Яғни ол ауылда ми тынышталады. Сол кезде оған ауылда ол керемет күш ала алады, энергия ала алады. Энергияны негізінде біз табиғаттан аламыз деп ойлаймын. Мен өзімде, жеке өзіме мен қатты білінеді. Мысалға, қаланың сыртына шықсам, басқаша сезім. Қаланың ішінде басқаша сезім. Энергияның барлығын қаланың сыртынан, таулы жерлерден алуға болады. Ал енді қаланың ішінде бір жұмыс арасында, мысалы, апта арасында болады, сондай бір кішкене шаршаған сияқты. Сол кезде менде жай ғана әдіс, ол максимально мамандыққа байланысы жоқ шаруамен айналысуға тырысамын. Максимально. Ол ешқандай пайдалы болмауы да мүмкін, жай уақыт өткізу болуы мүмкін, жай ғана жүру болуы мүмкін, немесе басқа біреулермен кездесіп сөйлесу болуы мүмкін. Немесе керемет жай әшін, мысалға жаңағы мен бұрында поэзияны қатты жақсы көрдім, поэзияларды алып оқи беру мүмкін. Просто жай. Что менің ойымда
кішкене болса да медицинаға байланысты жаңағындай не болмау керек та, кішкене болса разгрузка дейді ғой жаңағындай, сондай солған әдісмен де медицинадан тыс кез келген тақырыпты кез келген тақырыпты иә қолдана беремін. Жақсы. Жалпы осы пациенттер лор мамандарына көбінесе қандай аурулар бойынша, қандай проблемалармен келеді? Бұл лор дәрігері жаңа айтып өткендей, бұл құлақ, мұрын, тамақ, жаңа көмей болсын барлығымен айналысатын мамандық. Соның ішінде ең жиі кездесетін аурулар ол мұрын қалқанның қисаюы немесе искривление перегородки носа дейді. Мұрынның демалуының қиындауы, жиі гаймориттармен, атиттармен, ол іріңді атит болуы мүмкін, жаңағы слизистый атит болуы мүмкін, және де ең жиі кездесетін тағы аурулар ол фарингиттер, тамақ ауруы, немесе ангина деп жатады, жаңағы танзилит. Олар өте часто ең жиі кездесетін аурулар осылар. Лор мамандығында. Сол гайморит негізі тоже көп таралған аурулардың бірі ғой. Соның негізі мысалы көбісі рентген түсіріп жатқан кезде кездейсоқ байқап қалады менде гайморит бар екен деп. Ал соның негізі қандай да бір белгілер бола ма гаймориттің? Негізінде көп аурулар жаңағы біз жіктеген кезімізде жедел және созылмалы деп айтады, острый хронический. Бізде жедел аурулар, острый процестердің барлығы міндетті түрде белгілері болады. Міндетті түрде белгілері болады. Ол жаңағы бұрында біз өткен кезде де өттік қой, 5 негізгі жергілікті қабынудың 5 белгісі бар. Ол жаңағы қызару, айттығы, томыр, ісіну, соның барлығы көрінеді. Ол мұрынның ісінеді, мұрыннан су ағуы мүмкін, бас ауруы, температураның көтерілуі, әлсіздік, интоксикациялық синдромдар байқалады. Жедел гайморит кезінде мұрыннан ірің ағуы мүмкін, немесе мұрны қатты бітеліп, вирусты инфекциядан асқыны болса, мұрны қатты бітеліп, только бас қатты ауруы мүмкін. Алдына қарай еңкейте алмайды. Көп пациенттер айтады, мұрыннан жағымсыз иістер келеді дейді, өзіме сезіледі. Алдыма қарай аяғымды шнурогымды байлайын десем, басым тяжесть сезіліп жатыр, ауырсыну. Ол гаймориттің белгілері. Ол субъективті белгілері. Сосын біз рентгенге немесе КТ-ға жасаймыз. Придаточный пазух носа дейді. Мұрынның жаңағы қойнауларын тексереміз солай. Ол жерде өзінің белгілері анықталса, онда острый процесс, ол кезде емдейміз, біз операциясыз емдеуге болады. Если осложнение болмаса, острый процесстің өзі осложнение беруі мүмкін. Ол көзге, миға, өте жиі кездесетін осложнениялар осылар гайморитта. Ал осложнение болмаса, ол операциясыз емделе береді. Ал көп жағдайда жаңа сіз айтып отқандай кездейсоқ біліп қалғандар, олар хронический процесстер. Олардың барлығы созылмалы. Созылмалы гаймориттің түрі де көп болады. Киста болуы мүмкін, полип болуы мүмкін, жай ғана жаңағы слизистыйдың ісінуі болуы мүмкін. Оның түрлері өте көп. Ол пациенттің әрқайсысында әртүрлі клиникалармен берілуі мүмкін. Бір пациенттер бар, арасында жиі сирек бір түсініксіз бір тяжесть болады дейді, ауырсыну пайда болады. Кейде ғада пайда болады, кейде жоғалады дейді. Көбі айтуы мүмкін, немесе иіс сезу төмендеп кетті дейді. Иіс сезу жақсы болып жүрді, бірден төмендеп кетті, соңғы кездер байқадым дейді. Өте қатты иістерді ғана сезем, қалған иістерді сезбеймін. Олардың барлығы осы хронический кистозный немесе полипозный немесе хронический гипертрофический жаңағы гаймориттардың белгілері болуы мүмкін. Ал жалпы гайморитті толыққанды емдеуге бола ма? Толыққанды емделеді гайморит. Толыққанды емделеді. Ал емі тек операциялық жол ғана ма, басқа да жолдар бар ма? Жаңа айтып өткенімдей, острый процестердің барлығы операциясыз емдеуге болады. Негізінде ол процестің түріне байланысты. Егер полип, киста болса, міндетті түрде операция керек. Міндетті түрде операция керек. Блок соустер дейді, немесе жаңағы естественный соустерлар бітеліп қалған кезде, ол кезде де міндетті түрде операция қажет. Ал жалпы бізде көбінесе жаңа айттыңыз, жиі ангинамен келеді да. Сол жиі ангина мазалайтын адамдар бар. Сол жалпы ангинаның кейбір түрлерінің салдарынан жүректе, бүйректе, жаңа стафилококкта көбінесе ангинадан кейін жүректе, бүйректе осложнениелер болады да, асқынулар. Сол неліктен болады, неліктен біздің осы жаңағы ангинаның әсерінен болып тұр ол? Негізінде біз білеміз, ангина деген бұл жалпы былай түсінік, танзилит, ол мынау миндалина дейді ғой, ол бадамша безінің қабынуы. Бадамша безі ол лимфоидтық тін, лимфоидный ткань, ол лимфалық түйін, ол бізде өте көп, лимфоидтық тканьдар өте көп біздің организмде. Слизистыларда өте көп орналасқан. Соның ең жиі жаңағы ең үлкені көзге көрініп тұратын осы бадамша безі ғана.
қалғандарын былайша айтқан кезде көзбен пациенттің өзі де былай байқамауы мүмкін. Одан бөлек негізі пироговальдеер деген сақинасы дейді, ауыз қуысында тамақпен осылай сақинасы тәріздес орналасқан бірнеше бездер болады, лимфоидтық тіндер. Ол жаңағы тубарный дейді, түтікті, тілдікі, жоғарыдағы жаңағы язычок дейді, тілшенікі. Сол осы бездердің ішінде ең жиі қабынатын осы бадамша бездері. Екі, ол бездердің қабыну себебі де оның үлкен болуында, оның сыртқы ортамен бірінші контактқа түсуінде, ауыз арқылы, өйткені бүкіл инфекция сөйлеген кезде немесе ауызбен демалса егер пациент, және де тамақ жеу арқылы негізі ауыз ол сыртқы ортамен байланысады, инфекциялар жұқтырады. Сондықтан да ең часто кездесетін ауырсыну бірінші бактерия сонда тұрақтайды да, және ол бактерияға өте сондай керемет орын. Сол жерде өмір сүруіне сондай қолайлы орта. Сол жерде олар организмде иммунитет төмендеген кезде, олар условно патогенный флора дейді ғой, организмде иммунитет төмендеген кезде организмге шабуылдап отырады. Сондықтан да кішкентай балдарда да жиі кездесетін ОРЛ дейді, острый ревматический лихорадка. Ол тізеге немесе жаңағындай буындарға және де жүрекке және орталық жүйке жүйесіне әсер етуі мүмкін. Одан бөлек хронический үлкен кісілерде де жиі кездесетін ол жүрекке осложнениялар береді, бүйрекке, буындарға ең жиі кездесетін осы осложнениялар. Өйткені бұл бадамша бездері солай қолайлы орта болып табылады, және сол жақта ұзақ уақыт орналасуына байланысты, қан тамырмен жиі өте бай болуына байланысты, инфекция ол жерден бөлінген жаңағы токсин бірден қанға түсіп отырады. Сол арқылы ол ең көп жиі осы органдарға осложнение береді. Ал жалпы мынау айттық, мұрын қуысын және құлақты көбінесе жаңа сау адамдар чистка жасап тұру қажет па негізі? Сау жағдайында. Негізінде бізде нормада организмнен бөлінетін жаңағы арнайы безде, жаңағы сөлдер болуы мүмкін, немесе бір бөлінділер болуы мүмкін. Организміміз физиологиялық норма. Солардың біріне біз сера деп айтамыз, немесе жаңағы қазақша құлақ бұлығы дейді ғой. Солар бөлінеді. Өйткені бізде құлақта өзі жұмсақ бөлігінде сол жерде сондай сераны бөлетін өзі арнайы бездер орналасқан, сол жерден бөлініп отырады. Енді ол әркімде әртүрлі, ол организмге байланысты, немесе организмде ауруларға байланысты болуы мүмкін. Ол сераның бөлінуінің түсі, консистенциясы, мөлшері әркімде әртүрлі, индивидуально. Біреулерде ол құрғақ, өте керемет көп бөлінуі мүмкін, және де серная пробка дейді, құлақта жаңағындай пробкалып қалуы мүмкін. Ол кезде дискомфорт тудырады, ол кезде тазалау керек міндетті. Ал өздігінен негізінде оны күнделікті тазалау ол міндет емес. Тек шомылғаннан кейін, жуғаннан кейін құлақтың ішін сумен жуып, тек жаңағы арнайы құлақтың таяқшаларымен, ватная палочка дейді ғой, солармен кептіруге ғана болады, құрғатуға. Ал құрғақтай оны тазалауға өте дұрыс емес ол. Өйткені ол наоборот осы сераның бөлінуіне ықпал жасайды, көп бөлінуіне. Жалпы ана құлақ пердесі, барабанная перепонка дейміз, сол қандай жағдайда тесілуі мүмкін ол? Барабанный перепонканың тесілуі өте жиі кездесетін патологиялардың бірі. Оған әсер ететін факторлар өте көп. Жаңағындай хронический аурулар дедік, немесе острый аурулар, ол хронический мезотимпанит деген бар. Ол острый отиттің осложнениясы ретінде құлақтан ірің ағады, ол жаққа бактерия түседі, ол мұрын арқылы түсуі мүмкін, тамақ арқылы түсуі мүмкін. Евстахиева түтік орналасқан, мұрынды, құлақта тамақты жалғайтын. Сол түтік арқылы инфекциясы құлаққа барады да, құлақта острый отит пайда болады, барабанный перепонка тесіліп ірің ағады сыртқа. Ол острый процесс до конца дұрыс емделмесе, немесе тесілген кезде тесік үлкен болса, бітіспей қалуы мүмкін. Негізінде көп жағдайда ол бітіседі, өзі қайтадан бітісіп орнына келеді. Если осылай ірің процесс до конца емделмесе, недолеченный случай дейміз, немесе тесілген кезде барабанный перепонкасы өте үлкен болып тесілсе, ол қайтадан бітіспей қалады, және ол хроническийге алып келеді. Ол ұзақ уақыт каждый су кірген сайын сол жерге, каждый асқынған сайын, ауырған сайын ол жерден асқыну ретінде ірің ағып отыруы мүмкін. Және ол жерде хронический мезотимпанит осылай қалуы мүмкін. Және ол өз кезегінде ол естудің төмендеуіне алып келеді. Және де тағы бір жиі кездесетін факторлардың бірі ол соққы, удар. Ол құлауы мүмкін, немесе төбелес арқылы болуы мүмкін, немесе отбасылық конфликттен туындаған болуы мүмкін, барабаны перепонканың тесілуі. Сондай жиі кездеседі. Сол құлақ перде тесілген жағдайда сіздер қандай ем көрсетесіздер оны қалпына келтіру үшін? Если оның тесілгеннің біз
несіне байланысты. Если острый процесстер болса, біз бірінші емдейміз. Процесс немен байланысты? Острый отит емдейміз, іріңді тоқтатамыз, барлығы жақсы тазарғаннан кейін ол бітісіп кетсе, өте жақсы. Бітіспесе, онда операция. Операциялық тәсілмен тимпанопластика деген операция жасалады. Құлақ пердесін аутотрансплантар арқылы құлақтың артынан алып, соны бітейміз. Сол кезде ол өзінің пердесі сияқты қызмет атқаратын болады. Мұрындағы перегородка дедіңіз ғой, жаңа сол қисық болған жағдайда ол кезде сіздер қандай белгілермен көрінеді, қай кезде дәрігерге көріну керек, сіздер қандай ем көрсетесіздер сол кезде? Негізінде дүниежүзілік статистика бар. Мұрын пердесі жалпы бүкіл дүние жүзінде ең жиі кездесетін патологияның бірі қисаюы. Искривление перегородка носа деген сол. Ол қисайған енді пациенттердің ішінде, жалпы адамдардың ішінде олардың өзін екіге бөледі. Сол қисайған ол дем алуға қиындатқан немесе қиындатпаған. Дем алудың қиындауының өзін тағы олар бөледі. Қаншалықты процентке байланысты, біреулерге қаншалықты процентке әсер етті, және оның өмір сүру салтына әсер етуіне байланысты. Негізінде былайша айтқан кезде, если қорытындылап айтатын болсақ, мұрын пердесінің қисаюы, егер де ол сіздің демалуыңызға әсер етсе, сізде демалудың бұзылуы болса, онда міндетті түрде операция жасау керек. Міндетті түрде. Ол операциясыз емделмейді. Оған қандай белгілері бар? Ол түнгі қорылдау дейді, немесе храп, түндегі апноэ, немесе жалпы ұйықтаған кездегі апноэ. Ол демалудың бірнеше секундқа болса да тоқтап қалуы. Және де жүректің қатты соғуы, тахикардия дейміз. Сосын өте ашушаңдық, тез шаршағыштық, ұйқының қанбаған, сондай белгілерімен раздраженный болады ондай пациенттер. Өйткені ұзақ уақытты гипоксияның салдарынан. Длительный гипоксия ол бірінші очередте орталық жүйке жүйесіне әсер етеді, одан кейін жүрек қан тамырлары, былайша айтқан кезде бүкіл организмдегі патологияның кері алып келуі мүмкін. Ал жаңағы храп дедіңіз ғой, соның ол негізі қаншалықты зиян адамға, оны емдемесе егер? Храп бұл ранхопатия дейді, немесе ол храппен кездесетін пациенттерде өте көп. Қазақстан соның ең жиі кездесетін елдердің біріне жатады. Өйткені ол жаңағы оның өзінің себептері бар, храптың туындау себептері. Ол мұрын пердесі, жаңағы қалқанның қисаюы дейміз, искривление перегородки носа. Немесе жаңағы тілшіктің язычок дейді, соның өте қатты ұзын болған себебі, немесе арнайы анатомиялық ерекшелік, ол тыныс жолдарының тар болуына байланысты, және де жұмсақ таңдайдың өте үлкен болып кетуіне байланысты, ол сол алып келетін факторлар. Храп пайда болған пациенттер, оларда апноэ пайда болуы мүмкін. Көп жағдайда естіп жатамыз, түнде пациент ұйықтапты, таңертең тұрмай қалыпты дейді. Өліп кетті, сосын көп айтады, ол жүрек тоқтап қалыпты дейді. Бірақ жүрегі ауырмаған еді, еш уақытта кардиологқа қаранбаған пациент еді, жүрегі тоқтап қалыпты дейді. Көп сол айтады. Ол бірақ сұрап келсеңіз, ода храп болған. Ұзақ уақыт қатты қорылдаған кісі апноэмен сол күйі демі тоқтайды да, сол күйі жан тапсырады. Ол сондай патология алып, сондай жаңағындай коньетке алып келуі мүмкін. Сол үшін де көп адам ойлайды, мен қорылдаймын, ештеңе емес, сонымен жүре беремін деп. Ол жаңағындай негізі қорылдау, ол сигнал. Ол мұрынның организмге оттегінің дұрыс бармағандығының белгісі, организм шаршап жатқанның белгісі. Ертерек бір тәсіл қолданып, оны жою керек деген ол белгі. Көп пациенттер айтады, келген пациенттер, мен қатты қорылдаған кезде көрші бөлмедегі балдарым тұрып келіп оятады дейді, мен қатты қорылдап жатсыз деп. Қатты қорылдайды. Соған байланысты. Одан толыққанды емделуге болады енді? Толыққанды емделуге болады. Жаңа бірінші мұрынның перегородкасын дұрыстау. Ол жерде жаңағы біз қандай себептерді барлығын устранить етеміз, қандай себептер болса, солардың барлығын біз максималды түрде содан арылтамыз. Былайша айтқан кезде перегородка болса, перегородкасын емдейміз, операция жасаймыз. Немесе жалпы жаңағы жұмсақ таңдай дейді, мягкий небо, сол қатты үлкен болса, оған да операция жасалады. Овулопластика деген операция бар, соны кішірейту арқылы, оның өзінің әдістері бар, түрлері бар, соны жасау арқылы пациентке қолайлы өмір сүру салтын ұзартуға кереметтей мүмкіндік. Ал сипап терапия ол тек көмектесуші? Сипап терапия қолданылады, бірақ кереметтей дүниежүзі бойынша сипап терапияның несі дәлелденген емес.
осылай храпты толыққанды емдеді деген дәлелденген емес. Сипап терапияны біз де қолданамыз, пациенттерге біз де жаңағындай рекомендация береміз. Егер пациентті қарасақ, перегородкасының бәрі нормальный болса, тек қана храп мазалап тұрса, ол жаңағындай немен байланысты біз сипап терапияны береміз пациенттерге. Хорошо. Қатты дыбысты музыкаларды жалпы көп тыңдай беру, ол уақыт өте келе адамды кереңдікке алып келуі мүмкін деп жатады. Сол қаншалықты рас? Негізінде адамның жалпы былай айтқан кезде анатомиясы, физиологиясы өте керемет құрастырылған да, сондай солай жаратылғанбыз енді. Бүкіл адамның мүшесіндегі бүкілінің қызметі өзінің, былайша айтқан кезде, жоғарғы шегі, төменгі шегі бар. Мысалға барабанный перепонка дедік. Барабанный перепонка былайша айтқан кезде дыбыстың только бергі ең бірінші сатысы, дыбысты қабылдайтын ғана, ішке қарай жіберіп отырады. Одан әрі қарай сүйектер болады, дыбысты ішкі құлаққа қарай жіберетін жаңағы бұлшықеттер бар, сүйекшелер бар. Солар ішкі құлаққа, одан миға қарай барады дыбыс. Енді мына ұзақ уақыт бойы раздражитель дейміз біз бұны. Дыбысты да раздражитель болып табылады. Ол былайша айтқан кезде оның өзінің негізгі герц децибелдар болады. Дүниежүзі бойынша қойылған установка дейді ғой, установленный сондай нормасы 85 децибелға дейінгі шум, ол қатты сондай дискомфорт қалып келмейді адамның организмінде. 85-тен жоғары болса, онда ол қатты дискомфорт қалып келеді, және уақыт өте келе естудің төмендеуі бұзылуы мүмкін. 20 ғасырдың соңына қарай Японияда мекен плеерлар шыға бастаған кезде, құлаққа тағып тыңдайтын. Сол кезде осы именно естудің төмендеуі бірден, былайша айтқан кезде айтамыз ғой, жаңағы снижение слуха, глухота немесе солардың жасы өте қатты төмендеп кетті. Бұрында біз уақыт өте келе дейтін болса, ол жаңағы возрастное изменение, енді нервтардың атрофиясына әртүрліге байланысты болуы мүмкін. Осы қалай плеерлар пайда бола бастады, наушниктер пайда бола бастады, сол глухота немесе снижение слуха қатты төмендеді. Ол осы музыканың естуге кері әсер ететінінің бір кереметтей айғағы осы. Және де қазір әртүрлі наушниктер бар ғой, құлақтың ішіне тығып қоятын үлкен әртүрлі. Солар негізінде осы наушниктар нормада 100-110 децибелға дейінгі шығарылады олар. Көп, если өзіңізде байқасаңыз, қалада если жолда кетіп бара жатып наушник тақсаңыз, сіз дауысты максимально көтерсеңіз де, сіз сырттағы шумды естіп отырсыз. Машинаның шумын естисіз, немесе басқа шумдарды естисіз да, содан кейін сіз максимально көтеруге тырысасыз. Көп кісілер айтады, мен автобуста немесе басқа жерде наушник тағып қоямын дейді. Ол өте дұрыс емес. Өйткені сіз сырттағы шумды қанша естіген сайын, сіз максимально көтере беруге тырысасыз дауысты наушниктегі. Және ол сіздің естуіңізге өте кері әсерін тигізеді. Сондықтан да негізі наушникпен ұзақ уақыт қолданатын мамандықтар да бар. Наушникпен отырып, жұмысы сол наушникпен байланысты. Бірақ, если 85 децибелға дейінгі, және күніне 4 сағат, 5 сағаттан артық емес болса, ол қатты зиян алып келмейді. 85 децибелден жоғары болса, және жаңағындай әсер ету точкасы дейміз ғой, вакуумный наушниктер әсер ету точкасы өте жаңағы бір нүктеге бағытталған болып, олар өте қатты зиян береді. Олардың былайша айтқан кезде тембрына, сосын оның жаңағы діріліне соған байланысты ары қарай ол жаңағы дірілді ішке қарай жіберіп отырады. Нерв талшығының тітіркенуі де соған байланысты. Яғни ол дұрыс емес баруына байланысты, ұсақ бір точкаға әсер етуіне байланысты, және децибелінің жоғары болуына байланысты нервтің тіндерінің былайша айтқан кезде өлуіне алып келуі мүмкін, және уақыт өте келе оның жаңағы естудің төмендеуіне немесе тіпті естімей қалуына алып келуі мүмкін. Демек, наушник таққан кезде оның сапасына мән беру керек. Біріншіден, мүмкіндік болса тақпаудың. Негізінде наушникті біз толықтай тақпа деп айтпаймыз, тағуға болады. Сапалы наушникке, шынымен де сапалы наушникке мән беру керек, және оның қай кезде тағуына байланысты, және қандай жағдайда шумный ортада тақпаған жөн. Шумный ортада тақпаған жөн. Если жұмысыңызға байланысты, және үлкен наушниктер болса, олар қатты зиян бермейді. Және де оның дыбысына байланысты. Егерде біз айтып жатырмыз жаңағы, шынымен де качественный емес пен качественный наушниктің екеуін де тексеріп көрген. Сол кезде качественный наушниктардың дірілі, жаңағы беретін дірілі ол басқаша, және качественный емес болған кезде ол басқаша.
бірдей емес. Сол кезде ол өте қатты тітіркенуіне алып келеді да, және де оның кері әсері өте жоғары болады. Сондықтан да негізінде качественный наушник алған дұрыс, және мейлінше шумный ортада емес, және уақытын басқару керек. Иә. Ал қазіргі кезде ең жаңа хит дейміз ғой, көбірек қолданылатын ол беспроводный наушниктер бар. Көптеген зерттеулер нәтижесінде беспроводный наушниктер жаңа құлаққа зиян кәдімгі наушниктерден қарағанда, и құлақтың онкологиялық ауруларына да алып келуі мүмкін деген қорытынды айтылады кейбір жерлерде. Сол қаншалықты рас? Негізінде онкология деген ол түбегейлі себебі қойылмаған ауру. Оның жаңағындай айтамыз, гипотезалар дейді ғой. Ойлар өте көп алып келетін. Ең жиі кездесетіндері ол жаңағы радиация, жаңағындай әсер ететін. Ол радиация біздің өмірімізде қазір барлығы радиация. Біздің телефонымыз, қолданып жүрген смарт сағаттарымыз, жаңағы наушниктарымыз, телефон, қазіргі машиналардың барлығы ол былайша айтқан кезде радиация. Бірақ енді біз тікелей осы наушникті қолдану арқылы сондай зерттеу жұмыстары жоқ. Наушникті қолданған ғана пациентте ауру пайымдап алған деген. Оған басқа да әсер еткен болуы мүмкін. Негізі ол онкологиялық ауру деген сөз, ол былайша айтқан кезде тіннің жаңағындай қай жерде болса да тіннің басқарусыз өсуі ғой. Ол жаңағы апоптоз механизмінің бұзылуы деген сияқты. Оған әсер ететін сондай факторлар өте көп. Соның бірі осы радиация. Сондықтан оны біз теріске де шығара алмаймыз. Наушник ол үлкен радиация, телефонды қолдану тоже үлкен радиация. Біз сондықтан да қазір дүние жүзінде енді көп мамандар айтады, максималды түрде телефондан алыс болуға тырысыңыз, максималды түрде сондай беспроводный наушник болсын, басқа да сондай радиациясы жоғары қолданбауға тырысыңыз дейді. Және де тек керек мақсатта ғана телефонмен сөйлесу, экстренный бір жағдайлар ғана. Бірақ енді қазіргі шыны керек, қазіргі қоғамда ол мүмкін емес. Біз оны қанша айтсақ та өзімізді қолданамыз. Ол мүмкін емес жағдай болып қалды. Сондықтан да қазір соңғы зерттеулер шынымен де онкологиялық аурулардың өте жасарғанын көрсетіп жатыр. Осыдан бұрын да біз естісек, 60-ға келген кісілер ауырып жатыр екен, 50-де екен, ауырып жатыр екен деп, қазір өте жасарып кетті олар. Өте жас онкологиялық аурулар. Солардың бір себебі осы технологияның қатты дамуы негізінде. Жалпы мынау қазір көптеген студенттер экзамен тапсырар кезінде, немесе қандай да бір жаңағы маңызды рубежный контроль тапсырар кезінде микронаушниктер қолданады. Микронаушниктер білесіз ғой. Сол микронаушниктердің жалпы есту жүйемізге әсері бола ма оның? Иә, бір сәт қана қолданады, бірақ егер көбірек жиірек қолданатын болса, ол өте зиян. Бірнеше пациенттер болды бізге келген, инородное тело дейміз, жаңағы бөгде заттың тұрып қалуымен, именно осы наушниктер құлақтың ішіне тұрып қалады да, оны ала алмайды өздері. Сосын пациенттер келді, біз оны алып тастадық. Сол пациенттер олар өздері айтады, жаңағындай алып атқан кезде немесе өздерінің бір құрылғылары бар екен, магнит сияқты тартқан кезде өте қатты дыбыс шығады дейді. Ол деген сөз раздражитель өте жоғары, оны ешкім есептеген емес, өйткені ол производитель нақты емес, ол әркім, көбінесе мына Қытайда деген өте көп қой жаңағы өндіріс. Әркім 2-3 адам қосылып сонда өндіре беруі мүмкін да. Сондықтан ол нақты организмге зиян емес, қаншалықты зиян екендігі оның қойылмаған. Өйткені ол заңды товар емес. Оны кез келген адам сатып алып қолдана береді. Сол үшін де ол өте зиян болып табылады негізінде. Оны қолданған сайын пациенттердің өздері де айтады, қолданғаннан кейінгі дискомфорт ұзақ уақытқа сақталады. Мысалға, оны былай есептеп қарасаңыз болады. Егер сіз түнгі клубқа немесе бір жерге бардыңыз, колонканың алдында тұрып қалдыңыз. Колонканың алдында сізге өте қатты әсер етеді да, одан кейін үйге келгеннен кейін де құлағыңыздың ішінде ойнап жатады музыка. Өйткені сіз колонканың жанында тұрдыңыз, немесе қатты музыканың жанында тұрдыңыз, сол үшін сізге ол қатты раздражитель. Сол пациенттер солай екеуін теңестіреді. Сондай сияқты дейді, соны алып тастағаннан кейін де солай дыбыс солай сақталып тұрады дейді. Демек, кішкентай ғана микронаушник бір сәтті қолданылады, бірақ оның әсері өте жоғары болып тұр. Сондықтан да мейлінше қолданбаған абзал. Жақсы. Енді сіз күнделікті өмірде көптеген жаңағы сізге көптеген пациенттер келеді, солардың арасында бір қызықты я келеңсіз жағдайлар бола ма, мысалы байқаусызда құлақ пердесін жарақаттап алған? Пациенттер өте көп. Енді
біздің мамандық болғандықтан олар көп кездеседі. Солардың енді бір пациент болды, өзінің машинасын жөндеп жатқан кезде машинасы жүріп кеткен ғой, неге салмаған болу керек парковкаға. Сол жүріп кеткен, анау несін қосып отқан екен, аккумуляторын. Сол жүріп кеткен кезде сосын құлағын жыртып жіберген ғой. Құлағымен келген кезде бізде құлағын қолына ұстап кетті, былайша айтқан кезде бөлек. Сосын құлағын тігіп бердік. Сол пациент біраз жүрді, құлағы сақталды негізінде. Құлақ сақталды, Аллаға шүкір. Бірақ енді де эстетикалық жағы кішкене бұзылды. Бірақ енді пациенттің жасы 55-58 дейтін сол жобада. Сондықтан ол қатты эстетикаға мән берген жоқ, құлағын сақталып қалғанына қуанды. Тағы бір пациент болды, көкпар тартуға келген. Көкпар тартып жатқан кезде құлағын ұрып тағы жыртып жіберген ғой, тоже құлағы түсіп қалған. Қыстың кезінде келді, ноябрьдің соңында, Астанада как раз қыс, күн суық. Сол кезде алып келіп, тоже қойып бердік. Тоже жазылды. Бірақ жас жігіт еді, құлағы эстетикалық сақталған жоқ, өте ісініп, қабынумен ұзақ уақытта жазылды. Өйткені жаңағындай ол жерде лоскуттар жоқ, қан тамырлар жоқ, солай кішкене қиын жазылды. Сондай пациенттер кездеседі. Сосын жаңағы домашний насилие дейді ғой, отбасылық жағдаймен бір әйел кісі келген, өзінің баласы құлағынан ұрып, пересін жыртып жіберген. Сондай пациенттер болды. Ондайлар өте көп енді. Сосын енді лормен біз енді бас пен мойын хирургиясында экстренный случайлардың бірі, ол жаңағы болгарка дейді, жұмыс жасап отқан кезде несін тесіп, защитный масканы да тесіп, прям мұрнының үстіне, көзінің астына осылай полный тесіп жіберген. Сондықтан енді біз пациенттер енді келген кезде мейлінше айтамыз, барынша қауіпсіздік шараларын сақтаған абзал. Өйткені біреу ойлауы мүмкін, қазір осы бір балғаны бір ұра салайын, ешқандай перчатка кимейді немесе бетіне маска қоймайды деген сияқты. Бір 2 минуттық жұмыс қой деп ұруы мүмкін, кішкене жаңағындай бөлігі немесе бір нәрсесі тиіп, құлағын жарақаттап келген бір кісі болды. Сол балғаның бір шеті сынып, немесе балғаның басы ұшып кетті деді ма, есімде жоқ. Сол осылай мына бетін сындырған, құлағын жанын сындырған, осы мына кост дейді, самай сүйегін. Сосын құлағын жыртып солай келген пациент. Пациент бәрі жақсы болды жағдайы, біз бірақ оны сразу политравмаға жіберіп, нейрохирургтарға қаратып, нейрохирургия отделениесіне жатқыздық. Өйткені самай сүйегінің сынуы ол өте қауіпті аурулардың бірі. Жалпы жұмыс істеген уақыттарыңызда сізде қиын, шешімі қиын моменттер бола ма? Ойландырып тастайтын жаңағындай. Енді ондай кездер болады. Өйткені жаңа біз қанша жерден осы бір ауруды керемет оқыдық десек те, соны керемет көрдік десек те, бір пациент бір ауру келуі мүмкін, дәл сол аурумен мүлдем басқаша. Картинкасы басқаша болуы мүмкін. Ондай кездер болады. Консилиум жасаймыз, қандай дәрігерлер бар, солардың барлығымен біргелікте. Сондықтан ондай пациенттер болды, бірақ Аллаға шүкір кереметте жазылып шықты барлығы. Бірақ енді ондай кез бәрі практикада кездеседі деп ойлаймын барлығында. Жалпы дәрігерлер күнделікті заманға сай дамып отыру керек. Біз бір орында қалып кетпеу керек. Сіз сол мақсатта қандай кітаптар оқисыз, немесе қандай да бір ғаламтор қарайсыз, шетелдің жаңағы операцияларын қарайсыз ба қазір? Енді біздің барлығымыз мақсатымыз қазіргі негізі бір проблеманың бірі де осы ғой, асығу ғой. Біз барлығына қараймыз да, шетелдегілерден қатты асығамыз, негізі шынымен қалып бара жатырмыз деп. Шынымен де солай негізінде. Мен көбінесе өзімнің мамандығыма байланысты керемет деген дәрігерлер, солар если жаңағында социальный сет жүргізсе, Инстаграм болсын, Фейсбук болсын, мен соларға жазылып қойғам. Қандай бір жаңалықтары болсын, немесе научный проект, жаңағындай бір научный работалар жазып, солар салып отырса, соны максимально оқып көруге тырысам. Енді кереметтей түсінбесем, аударып аламын, мысалы ағылшыншаны, түсінбеген жерлерін барлығын аударып отырып, қарап отырам. Сутті түсіну үшін не жазылып жатыр, қандай научный работалар жазып жатыр деген сияқты. Енді көбінесе біз енді дәрігер болғандықтан шынымен де үздіксіз даму керек бізге. Енді по мере возможности дейді ғой, шетелдерге шығуға тырысам, жаңағындай қай жерде озық технология болса солардан көруге тырысамыз, істеуге тырысамыз. Енді қазір енді соңғы жаңалығым бұйырса осы күні ертең бұйырса Турцияға кетіп бара жатырмын, тағы да бір апталық стажировка. Сол өткенде жаңа не тапсырып қойған болатынмын, заявка.
солар одобрение берді да, соларға бір апталық стажировка челюстно-лицевая хирургия деген полный бас пен мойын хирургиясында жаңағындай пластикалық операциялар соларға. Сондай енді қолымыздан келгенше тырысамыз енді қалмауға, оқимыз, көреміз. Бірақ енді өзіміздің мамандығымызға байланысты қандай да бір жаңалық болса, енді ол шығып жатса, сразу соны көруге, соны қарауға тырысамыз. Жақсы. Ал сол шетелге шыққан кезде сол жақтың жаңағы лор жағынан олардың қызмет етуі, қызмет көрсетуі, жаңа сервис басқасы біздікінен қарағанда ерекше жоғары тұра ма? Енді Турциямен салыстыруға келмейді, шынымен де. Өйткені оларда медицинский туризм өте қатты дамыған. Больницаларының өзі кереметте бір 5 жұлдызды мейрамхана сияқты. Операционныйларына шықсақ, мен осыдан алдында да барып қайттым, 2 жыл болды. 2 рет бардым. 2 ретте барғанда да әртүрлі ауруханаларда көрдім, әртүрлі ауруханаларда жүрдім. 2 түрлі қаласында болдым. Сол кезде де көрдім. Операционныйдан шыққаннан кейін де дәрігерлерге де бүкіл жағдай жасалған, келген пациенттерге де бүкіл жағдай жасалған. Енді керемет. Оснащение дейді ғой, енді жабдықталуы да керемет. Бүкіл соңғы технологияның барлығы керемет жетісіп жатыр. Өздеріне шығатын технология болса өздерінікімен қамтылған, болмаса шетелдікі болса шетелдікін қойылған. Бүкіл инструменттер бар, бүкілі бар. Енді оснащение жағынан өте керемет. Хирургтардың өздері операциядан шығады да, кейінгі бір операцияны күтетін болса, анда массажный креслолар бар. Бүкіл жағдай жасалған былайша айтқан кезде. Ол жағынан қараған кезде шынымен де біздің Қазақстанда кішкене клиникаларымыздың сапасы өте төмен болып есептеліп қалады. Бірақ шыны керек, біздің Қазақстанда да медицина керемет дамып жатыр. Кереметтен дәрігерлер бар. Былай ішін қарасаң, солардың жасап жатқан жұмыстарын біздің елдегі дәрігерлер жасай алады. Бірақ енді бізге былайша айтқан кезде сервис қой деймін. Қатты артта қалып бара жатқанымыз сервис, менің ойымша. Ал былай дәрігерлердің біліктілігі жағынан, кереметте жаңағындай операцияларды меңгеру немесе ауруларды емдеу жағынан сондай артта қалып жатырмыз деп айта алмаймын. Жақсы. Және осы сіз осы лор мамандығын жаңағы оқу, жетілдіру мақсатында қандай кітаптар оқисыз қосымша? Медициналық, немесе лорға қатысты емес, медициналық кітаптар оқисыз ба қосымша? Медициналық кітаптар оқимын, жалпы медицинадан тыс басқа кітаптарды оқимын. Жалпы мысалға медик дәрігерлер бар ғой, енді дәрігерлердің жазған кітаптары бар. Жаңағы «Не навреди» болсын, жаңағындай «Золотые руки» деген сияқты кітаптар болса, оқимын. Бірақ енді көбінесе шыны керек, осы лорға байланысты мен невропатологтардың кішкене кітаптарын қараймын, мысалға. Сосын нейрохирургиялық бір кітап сатып алғам, соны қараймын арасында. Бірақ енді оны кереметте соны былай тереңдетіп қараймын деп айта алмаймын. Тек өзімнің мамандығыма керек жерлер болса ғана қараймын да. Мысалға бір патологияны алатын болсам, сол патологияда нейрохирургтардың темасында қалай айтылып жатқан сияқты сондай жерлерін ғана ала аламын, болды. А так в основном только өзімнің мамандығымда көп тереңдетіп қарайтын сол өзімнің мамандығым, кітаптардың барлығын. Сіз қазір 2 жерде жұмыс жасайсыз. Жекеменшікте жұмыс жасау, жаңа мемлекеттік больницада жұмыс жасағаннан көрі жеңіл ма, ауыр ма, қалай? Негізінде мемлекеттік бізде бір жаңағы несі, Қазақстанда мен айтатын кемшіліктердің бірі, мен көзіме қатты басатын түсетін кемшіліктердің бірі, мемлекеттік ауруханалар болсын, емханалар болсын, жекеменшік емханалар мен екеуінің арасында өте үлкен, былайша айтқан кезде жаңағындай не бар да, айырмашылық бар. Сол провал дейді ғой, жаңағындай өте үлкен. Сол менің ойымша сол болмау керек. Жекеменшікте әрине жұмыс істеу оңай. Келген пациенттермен де сөйлесу оңай болады. Жұмыс істеу барысы да оңай, өте жеңіл. Былайша айтқан кезде қатты сондай керемет тестер салмайсыз. Ал поликлиникалық жаңа мемлекеттік жұмыста кішкене қиындау. Келген пациенттердің түсінігіндегі басқаша болып келеді. Жұмыс істеу барысы да кішкене басқаша, өйткені ол жерде енді руководство дейді ғой, басшылық өте көп, бірі түсінбей жатқан басшылықтар бар, сондықтан кішкене қиындау сол жағынан. Негізінде жұмыстың барысы екі жерде де көрсетілетін качество бірдей. Жалпы дәрігер ретінде сен частныйда істесең де, мемлекеттікте істесең де, екі жерде де ол пациентке барыңды саласың, екі жақта да бірдей қарайсың. Тек бұл жердегі жұмыстың қиындығы ол жердегі условиямен байланысты деп ойлаймын мен. Көп дәрігерлер де соны қолдайды деп ойлаймын, өйткені частный мен жекеменшікпен жаңағындай мемлекеттік органдардағы условия өкінішке орай бірдей емес.
дәрігерлерге болсын, медициналық қызметкерлерге бірдей емес. Құпия болмаса сіз өзіңіздің айлық табысыңыз қанша? Айлық табысымыз өз басымызға жетеді, Аллаға шүкір. Енді ең кемі миллион ғой. Миллион Иә. табуға болады. Лор маманы болып, айына миллион табуға болады. Ең кемі. Ең кемі. Иә. Ол жаңағы мемлекеттік жұмыс жасағандар жекеменшік көбірек төлейді да мемлекеттіктен қарағанда. Негізінде жұмыс былайша айтқан кезде Графикке байланысты. өзіңізге байланысты. Негізі пациент көп болып жатса, операция көп жасап жатсаңыз, енді сіз былайша айтқан кезде не нәрсе алсаңыз да оның өтемі бар ғой. Мысалға сіз алып жатқан ақшаң болсын, сол жетісіп жатқан жетістіктердің барлығы өтемі, ол энергияңыз, сіздің уақытыңыз, сіздің күшіңіз, жігеріңіз, былайша айтқан кезде сіздің нервіңіз. Соған сіз сол өтеміне дайын болсаңыз, ол мемлекеттіктен де жақсы ақша табуға болады. Ұзақ уақыт жұмыс істеп, көп энергия беріп, жекеменшікте де солай табуға болады. Бірақ енді екі жерде жұмыс жасасаңыз, енді көбірек энергия жібересіз. Енді бірақ біреуінде жаңағындай былайша айтқан кезде условиясы ғой, негізі қатты ұстап тұрғаны жекеменшікте. Немесе бір жерде ғана да жұмыс істей беруге болады. Солай. Ал енді сіз осы резидентураға лорд мамандығын таңдайтын жаңағы іні қарындастарыңыз артыңыздан келе жатқанда, көбінесе соларға қандай кеңес айта аласыз? Егер сіз мамандықты таңдаймын десеңіз, лор дәрігерін сіз ішіңізден қалап тұрсаңыз, ешнәрсе ойламаңыз, міндетті түрде келіңіз. Бізге келсеңіз, біз қолымыздан келгенше жәрдем береміз. Мен осы қаладағы көбінесе лор біздің жаңағы наставниктарымыздың көбін танимын. Барлығы да барын жағынан салып үйретеді, қолдан келгенше барлығын біледі, ноу-хаудың барлығын сізге береді. Сол шетелден ешқандай дәрігерден кем емес, білім алып шығасыз. Бірақ тек өзіңіз дайын болсаңыз, соған былайша айтқан кезде морально дейді ғой, психологически дайын болсаңыз, болды, сол ғана жетіп жатыр. Қалғанның барлығын сізге үйретеді, былайша айтқан кезде шайнап аузыңызға береді ғой. Тек жүріп жіберсеңіз болды дальше. Серік Нұриддинұлы, біздің арнамызға келіп, өзіңіздің тәжірибеңізбен бөлісіп, құнды тәжірибелеріңізді айтып, бізбен бөліскеніңізге үлкен рахмет. Сізге алдағы күндерде жұмысыңызда сәттілік тілейміз. Сіздерге де. Көрермендерге біраз пайдалы ақпарат болды деп ойлаймын. Тағы не айтып жіберейін?